Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен көп сұранысқа ие шаймен керемет үйлесімін табатын осы сарысекердің рецептісін айтатын боламын. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай қалың қазанымызға 1,5 кесе сүтімді құйып аламын. Мен дүкеннің сүтімен жасап жатырмын. Енді сүтім қайнағанша күтемін. Осылай астын араластырып тұру қажет, әйтпесе жабысып қалуы мүмкін. Неге сүтімнің беті көбіктеніп қайнауға жақындады. Енді 2 кесе қантымды салып араластырамын. Бұл сарысекер жарты сағат қайнап дайын болады. Неге 2 кесе қантымды салып жатырмын. Сарысекерді жұмсақ қылудың құпиясы осындай шамалы ғана сармай салып жіберіңіздер. Сонда керемет жұмсақ болып шығады. Қазанымның асты орташа отта қайнап жатыр. Осылай қайнаған кезде көбіктеніп көтеріледі. Сонда осылай қасықпен басып тастауға болады. Енді суы сарқылғанша, қызарып дайын болғанша қайнатып аламыз. Бір ескеретін жағдай, алдын ала осылай табаққа сармай жағып алыңыздар. Сонда секеріміз оңай алынатын болады. Осылай астын араластырып отыру қажет. Неге сарысекерім дайын болды, суы сарқылып, асты жабысып бастаған кезде бірден табаққа құйып алу қажет. Неге табағымызға құйып алды, енді суытып алғаннан кейін табағымыздан алатын боламыз. Астына сармай жағылғандықтан осылай 1-2 ұрғаннан түсетін болады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Неге оңай бөлінеді, өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Қатырылған секерді осылай бөліп алғаннан кейін осындай банкеге сақтау қажет. Жабық ыдыста свежийлай тұрады. Пакетке салсаңыздар тез қатып қалады. Видеом пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.